Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен вареньеден өте үлкен көлемді әрі жұмсақ, тез дайын болатын пирог дайындайтын боламыз. Жасалуы өте қарапайым және үйдегі бар заттардан ғана жасалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, ұнаса менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең алдымен өлшеп алған ұнымыздың үстіне сары майымызды саламыз. Сары майдың пайыздық мөлшері маңызды емес, маргаринді да пайдалана берсеңіздер болады. Дәл қазір мен осы пирогқа дүкендегі маргарин, яғни пампушканы пайдаланып жатырмын. Жақсылап ұнмен бірге араластырамыз. Осы пирогқа қосылатын заттың барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Міндетті түрде осы сары майды да бөлме температурасында қойып, осы ұнмен бірге араластырамыз. Сонда жақсы біркелкі песочный тесто болып шығады. Одан үстіне қант, 1 шай қасық разрыхлитель, яғни қопсытқыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне 1 жұмыртқамызды саламыз. Одан соң үстіне 3 ас қасық қаймақ саламыз. Дәл қазір осы пирогқа мен 15% қаймақты қосып жасадым. Одан соң барлығын біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан 50% артық немесе кем ұнды алып қойғандарыңыз жөн. Мінекей осындай бізде өте жұмсақ, нәзік тесто дайын болады. Ешқандай холодильникке, яғни тоңазытқышқа қоюды қажет етпейді. Бірден осы тестоны 2-ге бөліп табамызға орналастыратын боламыз. Бір бөлігін, яғни астыңғы бөлігіне қоятын қамырымызды үлкендеу қылып алып, бетіне узор жасайтын қамырды сәл кішіректеу қылып аламыз. Енді бірден табаға жайып орналастырсаңыздар да болады. Немесе осылай, егерде қамырыңыз сәл қолға жабысып тұрса, табамыздың үстіне сәл ғана ұн сеуіп, осылай оқтаудың көмегімен жайып табаға орналастырсаңыздар болады. Бізде осындай үлкен көлемді форма, оның үстіне енді дайын вареньені саламыз. Варенье сәл қоюлау болғанда жақсы, тым қатты сұйық болмауы да қажет. Енді үстіне қалаңызша грецкий орехты қоссаңыздар да болады. Сонда дәмі өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Осылай үгітіп орналастыратын боламыз. Енді келесі үстіңгі бөлігіне жасалатын узорын дайындаймыз. Екінші тестамызды да алып, астына ұн сеуіп, осылай тақтайшамыздың үстіне жайып аламыз. Жұқалау етіп жайып аламыз кішкене. Үстін әдемілеп осындай узор жасалынатын пышақтың көмегімен кессеңіздер де әдемі көрінеді. Беткі жағында осындай қатты үлкен қылмай, жіңішкелеу етіп кесіп, біздің дайын болған пирогымыздың беткі жағына әдемілік үшін осылай орналастырып шығатын боламыз. Дайын болған пирогымызды 180 градуста шамамен 30-35 минутта беті қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Өте тез дайын болатын пирогтың бірі. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай шеткі жағында қалған қамырларын алып тастайтын боламыз кесіп. Вареньеден қандай тәтті жасарыңызды білмесеңіз, дәл осы пирогты жасауға кеңес беремін. Тез әрі оңай жасалады. Қонақ келе жатырмын деген кезде де бірден дайындап жібере аласыздар. Үлкен көлемді қонақ шақыратын болсаңыз да, осы пирогты жасап дайындасаңыз болады. Енді үстіне әдемілік үшін осылай жұмыртқаның сарысын жағамыз. Сонда піскен кезде беті құрғақ болмай, әдемі көрініп тұратын болады. Міндетті түрде осы жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар. Неге осымен біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және жоғарғыдағы қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менің әр апта сайын шығарылған видеоларымды бірінші көретін боласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.